Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 132-ші сабағымен танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бекіту судың адам өміріне қажеттілігі. Бірінші тапсырма. Өрнектерді баған түрінде есептеу, олардың мәнін өз суретімен қойсаң, төмендегі өлең жолдарын жазған ақынды анықтайсың. Мен сендерге өрнектердің жауаптарын жаз қойдым. Және де өлең жолдарын жазған ақын ол Мариям Хакімжанова. Екінші тапсырма. Малдарды баған түрінде жазып, өрнектің мәнін тап. Бірінші өрнектің мәні 330, екінші өрнектің мәні 810, үшінші өрнектің мәні 120, төртінші өрнектің мәні 760. Үшінші тапсырма. Есепті шығар. Алғашқы шыққан кір жуғыш мәшине бір рет кір жуу үшін 120 литр су жұмсады. Қазіргі мәшине 10 рет кір жууға қанша литр су жұмсаса, алғашқы мәшине 4 рет кір жуу үшін сонша литр су жұмсады. Қазіргі кір жуғыш мәшине бір рет кір жуғанда неше литр су жұмсайды? Шешу. 120 литр көбейтілген 4-тен 480 литр, 480 бөлінген 10-тен 48 литр. Төртінші тапсырма. Қысқаша жазылу бойынша әдеттер құрастырып оларды шығар. 4-тің асы мен әсін осылай шығарасыңдар. Бесінші тапсырма. Әлия мен Сырым әр отбасы бір тәулікте қанша литр су жұмсайтынын анықтау үшін зерттеу жүргізді. Сырымның отбасында 4 жан, ал Әлияның отбасында 3 жан бар. Зерттеу нәтижесі кестеде берілген. Кестедегі мәліметтер бойынша топтағы оқушыларға арнап сұрақтар құрастыр. Мысалы, осындай сұрақтар қоюға болады. Сырымның отбасы жуынуға неше литр су жұмсайды? 20 литр. Немесе Әлияның отбасы ішуге неше литр су жұмсайды деген сияқты сұрақтар қоюға болады. Алтыншы тапсырма. Өрнектерді салыстыр. Бірінші өздерін шығарып көріңдер, сосын тексересіңдер. Шығарып болсаңдар, тексеріңдер. Жетінші тапсырма. Теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеу 4 көбейтілген 287 азайтылған 347. Бірінші амалды орындап аламыз. Тең болады 440. Сосын 440-тан бөлеміз 4-ті, тең болады 110. Сосын тексереміз. 4 көбейтілген 110 тең 440. Екінші теңдеу 654 азайтылған y-тен 310 көбейтілген 2. Бірінші амалды орындап аламыз. 620 шығады. Сосын 654-тен азайтамыз 620-ны, тең болады 34. Сосын тексереміз. 654 азайтылған 34 тең 620. Сосын үшінші теңдеу 240 қосылған x тең 340 көбейтілген 2. Бұл жерде де бірінші амалды орындап аламыз. Амалда 680 шығады. Сосын 680-нен азайтамыз 240-ты, тең болады 440. Сосын оны тексереміз. 8-ші тапсырма. Бос орындарды толтыр. Бірінші өздерін шығарып көріңдер, сосын тексересіңдер. Шығарып болсаңдар, тексеріңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.